Артрит, артроз, остеохондроз буын аурулары мазалап жүр ма? 1045 дәрі алып, ешқандай емі болмады ма? Демек, сіз дұрыс ем қабылдап жатқан жоқсыз, ағайын. Бүгін сіздерді ешқандай дәрі-дәрмексіз буын ауруларды емдеуді үйретеміз. Екі-ақ жаттығумен, небәрі екі-ақ жаттығумен үйрететін боламыз. Ешқандай дәрі-дәрмексіз қалай емдеуге болады деген сұрақтарыңыздың барлығын бүгін талқылайтын боламыз. Сол себепті арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып, каналымызға тіркеліп өтіңіздер. Маңызды ақпарат сіздерді алда күтіп отыр қазақ тілінде, ағайын. Ең басты буын ауру барлығымызға белгілі, көп буын ауыратын кісілер болатын болса, ол артрит деп аталады, ал қазақша айтқанда сор буын деп аталады. Көп адам біле бермейді, бірақ адамның жасы өте келе, мынау буындардағы зақымдалу келетін мынау именно қоректік заттардың азаюынан, қоректік заттардың сіңбеуінен не пайда болады? Артрит пайда болады. Артрит именно үлкен кісілерде емес, операцияны өткізген кісілерде де көбінесе кездесетін болады. Артриттің белгілері былай: буындағы ауырсыну, буын қисаюы, буынның өзгеруі, деформация деп атаймыз, ең главный мәселе именно артрит, мынау жіткіс болады, яғни әр адамның буындарының арасында, именно арасында бірге жалғап тұратын, жалпы синовиальный жидкость деп атаймыз орысша айтқанда, былай айтқанда өзіміздің жіліктің майы дейміз ғой, былай айтқанда. Сол себепті сол жидкость 80% майдан тұратын болса, 20% неден тұрады? Кислота, яғни қышқылдан тұрады, ағайын. Сол себепті не только сол майының біткенде, а именно сол кислота, яғни бүкіл организмнен бөлінетін, яғни өттен бөлетін кислота, яғни қышқылдың азайған кезінде, именно сол артрит пайда болатын болады. Келесі ауру артроз. Қазақша айтқанда шор буын деп аталамыз. Бағанағы артрит сор буын болатын болса, бұл шор буын болып аталады, ағайын. Бұл жерде де белгілері дәл сол артритікіндей болып табылады, яғни қисаю, деформация дейміз, буындағы ауырсыну дейміз. Бірақ артритпен бұл жерде айырмашылығы, артрит буын ауруларының бастамасы болатын болса, артроз уже разрушение, яғни уже бұзылу деген сөз, яғни буындардың қисаюы, деформацияның ең күрделі кезеңі осы артроз кезінде пайда болады, ағайын. Артроздың белгілері дәл сол артритікінде болады, яғни бұл жерде күйзеліс дейміз, мына буындағы ауырсыну дейміз, мына буындағы үйкеліс сезімі жүрген кезде өзіңізге даже сезілетін болады, яғни сықырлап дауыста береді, шиқылдаған дауысты дыбыстар естілетін болады. Сол себепті именно артроз кезінде, именно сол бірінші, екінші стадия кезінде білінбейді. Именно үшінші, төртінші стадия кезінде артроз қатты білінеді. Сол кезде ота жасатпауға басқа амал жоқ. Артроз кезінде, артрозда основном 55 жастан жоғары кісілерде және де ер кісілерде көбірек пайда болады. Және де салмағы үлкен кісілерде артроз өте көп кездесетін болады, ағайын. Неге десеңіз, салмақ бірінші орында қайда зияны бар, яғни қайда не береді, эффект береді, яғни буындарға жүрген кезде мынау тізе қақсаудың барлығы сол көбінесе артық салмақтан болып табылады, ағайын. Келесі коксартроз деп атаймыз, яғни жамбас буындарының ауруы, яғни жамбастың қақсауы дейміз. Тура біреу теуіп кеткендей, немесе бір мәшіне қақып кеткендей ауыратын бір сезімдер болады. Егер коксартрозбен ауыратын кісілер болса, мен түсініп отқан шығар нені. Сол именно жамбас ауруларының басты мәселесі ол жерде де именно сізбен бізге білінбейтін, яғни білмейтін кислоталар болады, яғни қышқылдар дейміз, Сол қышқылдар, яғни өттің дұрыс бөлінбегенінен, яғни өттің дұрыс жұмыс жасамағанынан да келіп табылады, ағайын. Сол үшін оны коксартроз деп атайды. Және бір жаман буын ауруы бар, яғни ол подагра деп атаймыз,
Подагра көбінесе метаболизмнің бұзылғанынан болады. Яғни зат алмасу процесі бұзылған кезде, яғни неге алып келеді? Дәл сол подаграға алып келетін болады. Подаграның белгілері де бүкіл мынау организмдегі бұлшықеттердің ауруы, именно буындардың әрбір жерден біреулеп қақсағанын сезсеңіз болады. Мысалға артритте мынау тізе жақ қақсаса, немесе мынау басқа мынау балдырлар жақ қақсаса, именно подаграда барлық жерден біртіндеп ауыратын болады. Яғни барлық буындар біртіндеп ауыратын болады. Сол себепті сол подаграның ең басты белгілері болып табылады. Ал келесі ауру ол өте көп тараған болып табылады, яғни остеохондроз деп атаймыз, яғни тұз жиналу қазақша айтқанда. Ол остеохондроз, шейный остеохондроз болуы мүмкін, позвоночный арт жақта көбінесе келеді, яғни тұз жиналады. Мына байқасаңыздар, естіп жатасыздар ғой өздеріңізді, мына арт жақтан тұз көбейіп кеткен, мына тұзды езу керек, мұжу керек, бір уқаласаң бір кезде жаның кіретіндей, от сол остеохондроз болады. Яғни тұз жиналу процесі дейміз, Тұз жиналу процесінде ол тек қана қақсатып қана қоймайды, ол бір кезде мына мойынның тартылып қалуы, көбінесе нервтен деп жатамын, бірақ көбінесе бірінші очередте айтқанда остеохондрозың белгілері мойынның қатты тартылып қалу, желкенің тартылып қалу, сәл нәрсеге суықтап қалу, от сол остеохондроз болып аталады. Буын ауруларын емдеуге болады әрине. Қазіргі ғалымдардың айтуынша көбінесе біріншіден өмір салтын өзгерту керек дейді. Ол өмір салтын өзгерту керек дегенде қай мақсатта айтылып жатыр? Жалпы біріншіден салмақ тастау, яғни диета ұстап, дұрыс диета қабылдау. Өзіңіз диета ұстай алмайсыз. Именно сол диета дұрыс сақтайтын болсаңыз, сол салауатты өмір салты дейміз. Яғни алкогольді ішімдіктер ішпеу, темекі шекпеу. Ер кісілерде көбінесе бағана артроз деп кездеседі деп айтқаным содан ғой. Көбінесе көпшіліктер темекі шегеді. Темекі шеккеннен именно буындарға тікелей зақым бар, тікелей зияны бар. Сол себепті темекі шегуді тоқтатқан дұрыс. Және де ота жасату, тағы бір мәселе ота жасатады, яғни операция істеу дейміз. Қазіргі таңда ондай қиын операциялар емес, ол баяғыда Союздың кезінде болатын шығар, көбінесе аппаратуралар олай аз еді. Ал қазір ота істету, операция істету өте оңай. Және де дәрі-дәрмек дейміз. Қазіргі реклама, жарнама болып отқан көбінесе мазьдар, әртүрлі капсула, таблеткалар дейміз. Бірақ тағы да бір шешімі бар, ол да болса, яғни жаттығулар. Жаттығулар. Көбінесе мануальный терапевттер сіздерге, мысалы үшін көп адамның белі ауырғанда, омыртқасы ауырғанда көмекке келіп жатады. Именно сол мануальный терапиядан келген 2-3 жаттығу бар, соны сіздерге қазір көрсететін боламыз ағайын. Ал жаттығуды бастаймыз. Ол үшін бізге біріншіден кәдімгідей қаламсап керек, яғни ручка дейміз, немесе қалам керек. Разница жоқ, ручкама ең главный мына арт жағы болу керек, мына арт жағы немесе қатты, немесе жұмсақ болу, разница жоқ. Бірақ осындай пішінді, арт жағы осындай пішінді болу керек, мысалға. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Мынау 4 саусақ, Мынау 4 саусақ көрініп тұр ғой, 4 саусақ. Мына 2 саусақ, яғни екінші саусақ пен ең соңғы саусақ, ол адамның 2 қолы. А мынау 2 саусақ, 2 аяғы. Сол себепті мына жақ, мынау тізе, мынау табан жақтар. Сол себепті мынау тізе, мынау табан жақтар. А мынаның арт жағы, яғни варикоз болатын, көбінесе тамыр тартылып қалатын жағы, мынау аяқтың арт жағы дейміз. Тікелей мағынада айтып отырмыз сіздерге, яғни бұл жерде массажды қалай бастайсыздар? Яғни, егер сіздің оң жағыңыз ауыратын болса, біріншіден сіз солақайсыз ба, әлде оң қолмен жұмыс жасайсыз ба? Егер оң қолмен жұмыс істейтін болсаңыз, оң қолда ба, егер солақай болатын болсаңыз, сол қолыңызда жасайсыз бұл жаттығуды. Обязательно разница бар. Қайталаймыз. Өтініш. Егер ауыратын кісілер болатын болса, осы видеоны қойып қайталап отырыңыздар. Қараңыздар. Мынау тізе ауру, сағат тілімен бұлай айналдырамыз. Кішкене қаттырек басып айналдырамыз. Сағат тілімен 2 минут айналдырамыз. Оң жақта тізеңіз ауыратын болса, мына жерде айналдырамыз.
аяқта емес, именно саусақта істейміз бұл жаттығуды. Өйткені бұл саусақтағы точкалар тікелей буынға әсер етеді. Сол үшін саусақта істейміз деп тұрмын, құрметті көрермендер. Енді мынау буынның асты, мына тізе жақтан төмене қай жер ауырса, сол жерде 2 минут ауырамыз. 2 минут ойлаймыз. Именно сағат тілі бойынша, сағат тілі. Егер варикоздарыңыз болатын болса, арт жақта мынау осылай қыздырған жөн. Егер коксартроз бағанағы жамбас ауруы болатын болса, жамбас бізде қайда? Яғни мынау аяқтың үстінде. Дәл мына жер точка. Дәл осы точканы ақырындап 2 минут сағат тілмен айналдырамыз. Күніне 3-ақ рет. Күніне 3-ақ рет істесеңіздер жетеді. Бірақ бірден емес, әрине. 1 ай бойы осы жаттығуды жасаған жөн. Және де қосымша сіздерге көмек болсын деп бір жақсы процедураны айтып кетейік. Бұл болса орам жапырақ, яғни капуста. Капустаның, яғни орам жапырақтың сыртқы үлкен жапырақтарын аласыз. Обычно кешкі жататын кезде істеген жөн. Жылы суға саласыз. 1 минут, әрі кетсе 1 минут кішкене жібейді, су тартылған кезде аласыз да, именно ауыратын тізе буындарын үстіне қойып, марле дәкемен орап қоясыз ағайын. Ол түні бойы жатасыздар, түнімен жақсы таңертең тұрған кезде өте жақсы болып сіздерге мына сергек аяғыңыз буындары ауырғаны қояды ағайын. Ал ағайын, бүгінгі жаттығулар сіздерге өте қызықты болды деген ойдамыз. Алдағы уақытта именно осы буын ауруларды біртіндеп тәркілейтін боламыз. Кімде қандай ауру бар, кімде қандай буындар ауырады, қандай симптомдар бар, немесе қандай диагноздарыңыз болатын болса, комментарийға жазып өтіңіздер. Әрқайсыңызға мынау тырысамыз жауап беруге. Сол үшін осы видеомен бөлісіп, бізге лайк басып, немесе жалпы тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен болған доктор Шерхан, отбасыларыңызға тыныштық, өздеріңізге денсаулық тілейміз. Қош сау болыңыздар.